Бәріне сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте дәмді үй жағдайында газсыз дайындалатын мандариновый лимонад дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Ең алдымен кастрөлімізге 1 литр таза суымызды құйып алатын боламыз. Оның үстінен 70 грамм қантты салып, араластырып, газге қойып, қайнағанша күтетін боламыз. Бұл жерде біздің суымыз қайнап, қантымыздың барлығы еріп кетуі керек, яғни сироп дайындап алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің сиропымыз дайын, мұздағанша шетке қойып қоятын боламыз. Келесі, орташа көлемдегі мандаринімізді тазалап, блендердің ыдысына салып, жақсылап, блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің мандариніміз дайын. Оның үстінен жарты лимонның суын сығып құятын боламыз. Содан соң ситадан өткізіп алатын боламыз. Бұл жерде қою бөлігін шетке қойып қоятын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай астыңғы бөлігінде біздің согымыз дайын, сиропымыз да мұздады. Келесі лимонадымызға дайындауға кірісетін боламыз. Бізге 3 кусок лимон және 3 кусок мандарин керек. Таза графин ыдысымызға лимон мен мандаринімізді салып аламыз. Оның үстінен ситадан өткізілген согымызды қойып, соктың үстінен мұздаған сиропымызды құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Дайын болған лимонадымызды 5-10 минутқа холодильникке салып аламыз. Міне біздің лимонадымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай ыдысымызға құйып, дәмін көре берсек болады. Өте дәмді, үйде жасап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын!